Достар, осы видео бастамай тұрып менің каналыма тіркеліп лайк басып және де комментарий жазыңыздар. Содан кейін колокольчикті басуға ұмытпаңдар. Және достар, осы видео жай ғана перевод, оның оригиналы описанияда, ал осы видео басталады. Сәлем, менің атым Олег. Көріп тұрғанда мен циклоппын. Мен айтқандай, мен бір көзбен туылғанмын. Одессада тұрамын, және де дәрігерлер қатты таңғалған. Менің ата-анам өте тәртіпті адамдар. Әсіресе анам ол шекпеді де, ішпеді де. Менің ата-анам қаттырақ таңғалды дәрігерлерге қарағанда. Ата-анам айтқандай, менің апам қатты таңғалған. Апам айтты, мен Құдай бергенмін деп. Және де мен қасиетті баламын. Бірақ мен оған қатты сенбедім. Бірақ та апам сондайларға көп сенетін. Менің ата-анам дәрігерлерге айтты, мен туралы ешкімге айтпасын деп. Ешкім мен туралы басқаларға айтпаған. Мен жай бала сияқты өмір сүрдім. Ұнататын ата-анаммен. Менде ойыншықтар болды және де әпкем. Менің бір көзімен ата-анам детсадпен мектепке апармады. Олар ойлаған, мені мазақтайды деп және де ұрып тастайды. Соның кесірінен мен үйде оқимын. Менің анам кешке маған сабақ оқытуға келетін. Маған ұнайтын үйде оқу. Қазір мен 14 жастамын. Бірақ та мен әлі үйде оқып жүрмін. Бір зат болған. Сол заттан кейін мен өзімнің оқығамды айтқым келген. Мен адам сияқты басқалармен сөйлескім келді. Иә, менде туыстарым болған, менімен сөйлесетін. Мен достарымды тапқым келген. Ол досым мені тыңдап, ойнап жүретіндей, әлде жай адам менімен ойнайтын. Мен көп ютубты көремін. Сол ютубта жай адамдарды көретін, олар сөйлескен және де саяхаттап жүретін. Мен соларды көргенмін. Менде солай өмір сүргім келген. Мен шаршадым үйде отыруды және де мені көрсе не деп ойлайтынын. Мен жай баламын, бірақ та бір көзбен. Мен анама айтқанда сол туралы анам қатты жынданған. Анам қорықты, маған зиян болады деп. Мен оны түсінемін. Анам мені қатты жақсы көрді және де маған көп қарайтын. Мен кішкентай бала болған жоқпын. Мен жаңа заттарды көргім келген. Менің әкем мені қолдады. Ол айтты, маған жақсы болады деп. Кейін бір кезде мен бойда үйден кету керек болдым. Әкем екеуміз анама айттық. Анам әрең дегенде жарайды деген. Бір жыл бұрын мен күзде бірінші рет мектепке бару керек болғанмын. Мен қатты қорықтым және де ойланып отырмын, басқалар маған не деді деп. Кейін жай балаға жаңадан келгенде бір түрлі қарайды. Ал мен не болады дегенмін. Мен білмедім не болады екенін. Мен бәрін ұмыттым да адам сияқты өмір сүргім келген. Менің ата-анам мектепке құжат берді. Мен қабылдады да мен оқи алатынмын. Мен жай оқушы сияқты форманы кидім және де гүлдерді алғанмын. Туыстармен бірге алғашқы қоңырауға бардым. Мен көре бастадым, басқалар маған қалай бір түрлі қарайтынын. Ең басында маған бір түрлі болған. Біраз уақыттан кейін мен үйреніп кеттім. Ата-анам апайларға мен туралы айтқан. Олар айтты, маған жай баладай қарасын деп. Линейкада менің апайым барлық баламен таныстырды. Мен көріп тұрдым олардың таңғалған түрлерін. Олар маған көп қараған. Мектептегі линейка жақсы өтті. Содан кейін біз сыныпқа бардық. Осы жол туралы сөйлесіп отырғанбыз. Мен үйге келгеннен кейін дедім. Барлығы жақсы өткендей. Келесі күн өте қиын болған. Мен бірінші рет сабаққа келдім. Өте көп сыныптастарым болды. Мен ешқайсысын білмедім. Бірінші қоңыраудан кейін маған көп бала келген. Барлығы көп сұрақ қойған. Мен қайдан екенін және де атым кім, және де неге мен бір көзбен туылдым. Мен сол сұрақтарға жауап беретінмін. Балалар сенбеген, осындай болады деп. Көбісі менімен суретке түсті. Мен өте көп баламен таныстым. Өмір бойы менде жалғыз досым болған. Ол әпкем. Мектепте және қалада мен туралы айту бастаған. Мен басқа балалармен сөйлескен сайын менде көрік досым бола бастаған. Иә, мені тиіскісі келетін балалар да болған. Бірақ та мен оларға мән бермедім. Және де жаңа достарым оларға қарсы тұра алатын. Бір жылдан кейін менде барлығы жақсы бола бастады. Және де мен 5-ке оқитын. Ата-анама 5-ке оқитын ұнаған. Бірақ анам кейде сұрап жүр мені тисе ма деп. Мен қуанып жүрмін мектепке барғанымды. Мен сендерге айтайын дегенім, ешқашан ұялмай, қорықпай алға баса беріңдер.